Бұл қамшы үшеуінен бастап 12 өлімге шейін барады. Қамшыны ата-бабамыз кезінде ат жарысқа, бәйгеге, көкпарға пайдаланған. Қамшының тағы ұзыны болады. Шыбыртқышы ол мал айдауға, аң ұстауға пайдаланған. Мысалға сөйлетпей деймін балаларға. Мұнда қамшы дойыр дейді бұл қамшыны. Дейтін бәйгеде жарысында сонда бәйгеге осы қамшыны пайдаланып атты соғып шауып келе жатыр. Сондай жерде көрінбей жүрді бәрі қарап отыр. Атта шауып жатыр міне. Көрдіңіз бе? Иә. Сен екеуміз балам асық ойнаймыз ба? Ал қазір асық ойнаймыз екеуміз. Кел балам. Тәжірибе. Екеуміз бөліп алармыз ортасынан. Кел бара қойды. Біреуін қой. Мына қойды. Тәжірибе қой. Иә, былай қой. Иә, осылай қоямыз. Ататына қара. Міне. Ат жерде. Тоқта кел. Кел мында. Міне кел. Былай атамызға қара. Міне қара мында. Ат осы жақта. Тоқта көтерді. Мен атайын енді. Тимей қалған. Тигіз алған. Атамайын ба тоқта міне. Ат сол жерде ата болсын. Молодец. Тигіз бүйт. Міне бүйт. Тимей ме? Молодец. Мен балам тигізді. Мам, мен саған ат көрпе дайындап жатырмын. Сен әкеңнен қамшы өруді үйрендің бе? Жарайсың балам. Қазақ халқы ежелден жылқы малын ерекше қастерлеп құрметтеген, жеті қазынаның бірі деп санап, ер қанаты ат деп бағалаған. Міне сенің де ат көрпең дайын болып қалды. Қазір астарлап ішіне жүн салғаннан кейін аяқтаймыз.